Сәлем достар, бүгін сіздерге съемка балығынан дәмді стейк рецебін жасап көрсеткім келіп отыр. Бізге небәрі съемка балығы, тұз және приправа керек болады. Балықтың екі бетіне приправа тұз жағып аламыз. Қызып тұрған табаға оливки масланы құйып, балықтарымызды жайғастырып, екі бетіне қуырып аламыз. Балықтың екі бетін қызартып қуырып алдық. Енді қалыпқа балықтарымызды жайғастырып, 20 минутқа пісіріп аламыз. Балығымыз дайын болғанша гарнир жасаймыз. Қызып тұрған табаға оливки масланы құйып, күріш салып және тұз салып қуырып аламыз. Бір кесе су құйып 10-15 минутке дымдап қоямыз. Ал енді балықпен ұсынғанға жеңіл салатымызды жасап аламыз. Қызанақ пен қиярды үлкен етіп турап аламыз. Тарелкаға салат жапырағын және де туралған помидор қиярларымызды қойып шығамыз. Үстіне жүгері салып, оливки масло және де тұз салып араластырып аламыз. Соус құйып дастарханға ұсынамыз. Съемка балығынан стейк дайын болды. Балықтың жанына салатпен бірге ұсынсаңыз, тіпті де керемет. Жаным, қалай шықты дәмі балықтың? Супер. Супер. Вообще супер. Ас болсын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.